Сәлеметсіздер ме, көрермендер? Бүгін мен лас болған, осындай май болған, күйіп кеткен ыдыстардың сыртын қалай тез, оңай кетірудің жолын көрсететін боламын. Ол үшін алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып кетсеңіз, бізге ол үшін алдымен сұйық май, порошок, ас содасы, кірсабын және қырғышпен қолғап қажет болады. Мен даладағы ошаққа от жағып алдым. Қазанымды суға толтырдым. Жолдасым оған көмектесті. Суымыз әбден қайнаған кезде алдымен порошокты саламыз. Бізге ол үшін 7 ас қасық порошок қажет болады. Одан кейін жарты пачка ас содасын қостым. Сода қосқан кезде абай болыңыздар. Реакция жүріп, осылай тасып, ошағыңыздың сыртын бүлдіріп тастауы мүмкін. Одан кейін кірсабынды осылай турап шықтым, ұсақтап. Кірсабынымды ұнтақтап болам дегенше, суым тасып, ошағымның барлығын ақтаған бүлдіріп тастады. Ештеңке қылмайды. Енді сұйық майымызды қос. 7 ас қасық сұйық майымызды қостық. Суым араласып, біркелкі болған кезде ыдыстарымды салып бастадым. Отыз 40 минутқа немесе 1 сағатқа осылай асты баяу отта қайнап бетін жауып қоясыз. Мен жақта кеш батты. Қайнайым дегенше міне осындай болып, тап-таза болып, жылтырап, ыдыстарыңыз сыртының барлық майы, күйгені кетіп қалады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Суым осылай лас болды, лайланып. Екінші партия ыдыстарым кетті. Бұларды да жарты сағат 40 минутқа қойып қайнатып аласыз. Міндетті түрде осы әдіспен ыдыс аяқтарыңыздың сыртын тазалап алыңыздар. Ешқандай азелит, комет қолданбай, таза ауада ошағыңыз болса тіпті жақсы болады. Егер қалада тұратын болсаңыз, үлкен ыдысқа салып қайнатуға болады. Терезелеріңізді ашып қойып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Рахмет.